Барлықтарыңызға қайырлы күн, каналға қош келдіңіздер. Бүгін сіздерге қамырды қалай теп-тегіс әрі дөңгелек етіп жаюдың жолын көрсетемін. Егер де сіз жаңадан қамыр жаюды үйреніп жүрген болсаңыз, немесе жайған қамырыңыз дұрыс шықпайтын болса, видеоны міндетті түрде соңына дейін көріңіздер. Сіздерге бірнеше лайфхак айтатын боламын. Қамырларыңыздың әдемі болып шығуының ең бірінші әрі маңызды шарты осылай дөп-дөңгелек етіп домалақтап алыңыздар. Сол кезде ғана жайған қамырларыңыз Қазақстанның картасы болып шықпайды. Екіншісі, дөңгелектеп алған қамырды бірнеше минутқа июі қанғанша осылай бетін жауып қойып қоямыз. Сонда қамырымыз бір келкі болып жайылатын болады. Бастапқыда ұнды көбірек себуден қорықпаңыздар. Ал кеттік ендеше сіздермен қамыр жаюды бастаймыз. Оқтаймен ең алғаш қамырды үлкейтіп алуымыз керек. Ескеретін жайт, қамырдың шет-шетін баспаймыз. Қамырымызды шамалы үлкейткеннен кейін тек шетін ғана жайып отырамыз. Ортасын баспаймыз. Бұлай жасау қамырдың шеті қалың, ортасы жұқа болып кетпес үшін маңызды. Енді қамырымызды оқтайға орап, дөңгелетіп жаюды бастаймыз. Егер де сіз новичок болсаңыз, қамырды бір оқтайға орағаннан кейін ұзақ уақыт жаймай, осылай жиі-жиі бұрышын ауыстырып отырыңыз. Қамырды жайып болдым-ау деген кезде қамырдың өзін баспастан оқтайдың екі шетін айналдыру арқылы бір-екі рет қамырымызды жайып жібереміз. Бұл біздің қалың боп қалған жерлеріміздің тегістелуіне керемет лайфхак. Естеріңізде сақтаңыздар. Және лайк басып тіркелуді ұмытпаңыздар.